Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Алматы қаласы полиция департаментінің Прополис подкаст бағдарламасының кезекті саны. Бүгін біз Алматы қаласы полициясының кадр саясаты жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Біздің студиямыздың қонағы Алматы қаласы полиция департаменті тәрбие және кадр жұмысы басқармасының басшысы полиция полковнигі Батаев Нариман Ерғанатұлы. Нариман Ерғанатұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді біздің Алматы қаласының полиция департаментінің штаты еліміздегі ең ірі штаттардың бірі болып саналады. Өйткені жалпы қала тұрғындарының саны көп, ірі мегаполис, мәдени және қаржы институттарының барлығы осында шоғырланғандықтан Алматы қаласындағы полициясының саны едәуір көп. Сондықтан қазіргі таңда кадр саясаты жөнінде кішігірім айтып кетсеңіз, жалпы полиция болам деушілерге қандай кеңес берер едіңіз? Қайырлы күн, құрметті Алматы қаласының жастары. Полиция дегеніміз ол біздің қауіпсіздік, заңдылық пен құқық тәртібін қамтамасыз етуде жүзеге асырылатын мемлекеттік қызметтің ерекше бір түрі. Біздің департамент, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біздің департамент ішкі істер органдарының арасында ең үлкен бөліністердің бірі болып табылады. Тәулік бойы Алматы қаласында мыңдаған полицейлер қоғамдық қауіпсіздікті сақтап, қылмыспен күресу жолында қызмет атқарады. Қазіргі таңда департаментте анықтаушы, тергеуші, жедел уәкілдері және полиция учаскелік инспекторларының бос лауазымдары бар. Ол лауазымдарға келем деген біздің жас келешек әріптестер десек те болады. Полиция қатарына 35-тен аспаған, жоғары білімі бар, әскери даярлықтан өткен Қазақстан Республикасының азаматы жұмысқа қабылдаймыз. Біздің қызметке орналасу үшін тесттен, мемлекеттік тестілеудің орталығынан өтеді. Оған білімі бойынша тест тапсырады. Офицерлік лауазымдарға екінші бағдарлама бойынша өтеді. Сержанттық лауазымдарға ол тесттің қажеті жоқ. Ол жаңағы басшы құрам, кіші құрам деп айтылады. Соны түсінікті болу үшін жас мамандарға офицер, сержант деп жеткізгеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Анықтама ретінде айта кетсем, Конституциядан сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық қорғау қызметі туралы, ішкі істер органдары туралы, Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі, қылмыстық кодексі, қылмыстық процессуалдық кодексі және әдеп кодексі бойынша заңнамалардан тест тапсырады. Тесттерді тапсырып, сертификатын алғаннан кейін жас маман біздің полиция департаментіне болмаса аудандық полиция басқармаларының кадр бөлімшелеріне жүктеле алады. Біздің қазіргі таңда өзіміздің бүкіл қалада кадр басқармалар жұмыс атқаруда. Жұмысқа шақыру бойынша біздің бүкіл қызметтік телефондарымыз көрсетілген, мекен-жайымыз көрсетілген. 8 ауданында қызметтік телефондары мен мекен-жайлар көрсетілген. Брошюраларымыз бар. Полиция қызметкерінің үміткер міндетті түрде қосымша айта кететін медициналық комиссиядан өтеді және полиграфиялық зерттеуден өтеді. Ол міндетті түрде. Өте қатаң іріктеу десең? Одан қорқатын ештеңкесі жоқ. Сонымен қатар олардың дене шынықтыру бойынша сынақтан өтеді. Сынақтардан комиссиясынан өткеннен кейін біздің ведомстволық оқу орындарына оқуға барады. Атап айтсам, тергеушілер, криминалистер,
біздің Қарағанды академиясына, жедел өкілдері, учаскелік полиция инспекторлары біздің Алматы академиясына 2 айға оқуға жолданады. Оқу орындарында оқу, тамақтану, тұру бәрі тегін. Үкіметтен бөлінген қаржы есебінде тегін оқытылады. Оқу аяқталған соң жас мамандар бірінші арнаулы атағын алады. Полиция лейтенантын оқу орындарында ант қабылдайды. Қызметте жас мамандар біздің қазіргі қызметте бірінші жылы жас маманға тәлімгер міндетті түрде бекітіледі. Тәлімгер жан-жақты практикалық әдістемелік көмектер көрсетеді. Тәлімгер қолдауын көрсетіп, жас мамандарға білмеген жерлерін көрсетіп, ары қарай жұмысын алып кетуге өздерінің үлестерін қосады. Тәлімгерлік деген өте бір қазіргі таңда бізге өте бір маңызды, мағыналы, жас мамандарға өте көмегі тиіп жатыр. Дұрыс, бір сөзбен айтқанда тәрбиелейді бұл. Тәрбиелейді да. Тағы да өзі оқуды бітіріп келгеннен кейін де біз жақтан да қолдаулар көрсетіледі. Дұрыс айтасыз. Әріптестерінен. Сіз айтып жатсыз, лейтенант бірінші атағын алады. Ал сіз өзіңіз лейтенант алғаныңыз есіңізде ме? Иә, мен лейтенантты 2003 жылы лейтенант атағын алып, Астана қаласында полк полиция өзде күзет басқармасы дейді. Сол жерден бірінші арнаулы атағымды басқарма басшысы жеке құрам алдында жас мамандар ретінде ұсынған. Салтанатты түрде алды. Салтанатты түрде да. Бізде де айта кетейін, жас мамандар арнаулы атағын бірінші шендерін алғаннан кейін департамент басшылығымен ай сайын ол кісілерге генерал өз қолымен табыстайды. Келешек жолға деген үміт насихатын айтып, ақылын айтып, құттықтау ретінде марапатты түрде табыстаймыз. Ал жас мамандар оны мәңгі естерінде. Мәңгі естерінде қалады. Мен өзімде есімде қалып отыр. Еске салдыңыз, 2003-тен бері қанша жыл өтсе де, әлі есімізде марапат ретінде алғашқы шенімізді алғанбыз. Дұрыс. Ол бір толғандыратын сәт десеңізші. Иә. Нариман Ерғанатұлы, сіз басқа өңірлерде жұмыс істеп келдіңіз, Алматы қаласында да жұмыс істеп жатсыз. Жалпы басқа өңір, мысалы Астана мен Алматы қаласын салыстыруға бола ма екен? Күрделілігі жағынан, жұмыстың сапасы жағынан десек болады. Иә. Жеке пікіріңіз болса. Пікір болғанда Алматы қаласы мегаполис. Сол себепті жан-жақты келіп кетіп жатқан азаматтар көп. Бірақ жаңа алдында айта кеттім ғой, жоғарыда Алматы қаласы полиция департаментінің ең көп бір бірлік саны көп департамент. Мыңдаған қызметкерлер күнделікті сол қызметке түсіп жатыр. Барлық жерде қызмет бірдей ғой. Заң бәрімізге бірдей демекші. Қызмет атқарып жатырмыз. Жақсы. Әріптестерім өзін міндеттерін адал атқарып жатыр деп кәміл. Сізге де бір үлкен бір тәжірибе, иә? Ол да бір тәжірибе. Өмірлік тәжірибе десем де болады. Дұрыс. Нариман Ерғанатұлы, бағанағын айтып кеттіңіз, балаларды жас мамандар тәрбиелеу керек. Десек те, Алматы қаласы полиция департаментінің тұсында министрдің қолдауымен арнайы тәлімгерлер советі құрылды. Былтыр генералдар, 11 генерал білуімше, полиция департаментінің бөлімшелері мен басқармаларына өздерінің бір қолдауларын көрсетті. Негізі бұл тиімділігін көрсетті ма, бұл жиынның жиналғанын? Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Біздің министрдің ұсынысымен қазір бүкіл өңірлерде тәлімгерлік ашылып отыр.
да жаңа айтып кеткендей өзіңіздің 11 генерал біздің әр аудандарға бекітілген. Қазіргі таңда ол кісілердің жалғыз жаңа айттым ба, әдістемелік практикалық өздерінің ақыл кеңестерін айтып көмектерін көрсетіп жатқан қазіргі таңда үлкен үлесі бар. Көргендерін айтып. Көргендерін жаңағыда обмен опытым деп айтады ғой қазіргі таңда. Тәжірибе алмасуда практикалық әдістемелік көмектері өте көп. Әр ауданда қазір біздің үлкен беделді генерал шеніндегі қызметкерлер, ардагерлеріміз бекітілген. Ардагерлердің өте қазіргі таңда жастарға деген, біздерге деген үлестері көп деп айта аламын. Бір жағынан ардагерлер қартаймайды, жүрген аяққа жүрген мілінеді демекші. Екінші жағынан жас мамандарға ол кәдімгідей стимул, кеңселерін көтеріп жүреді. Мысалы, Қабденов атты генерал біздің тәлімгеріміз дегенге не жетсін десеңізші? Иә, ол да жастарды пен кездесу кезінде біздің ардагерлермен жастар кезінде жас мамандар, жас осы оқу орнын бітіріп келген қызметкерлеріміз, әріптестеріміз арасында өздерінің сыбырлап, мен мынандай осы кісі сияқты генерал болам келешекте, мен еліме адал қызмет атқарам деген өздері араларында сыбыстар тиісіп жатамыз. Дұрыс, бой түзейді. Ол да бой түзейді. Ол да бір тәрбиелік мәні бар деп есептеймін. Негізі министрлік тарапынан, полиция департамент басшылығының тарапынан жастарға деген бір ілтипат, құрмет өте көп. Мысалы, зейінді көп дейік. Мысалы, қазіргі таңда естуімізше жас сақшы полицейлер сыныптары ашылуда Алматы қаласында. Дәл солай, қазіргі таңда 6 мектепте жас полиция сыныптары ашылды. Ол сыныптар 7-ші класстан оқушылары. Қазір олар өздерінің оқу орындарында өздерінің сыныптастарына үлгі, мұғалімдерге көмекші деуге болады. Арнайы дайындыққа өте қазіргі басқа сыныптастары қарап қызығады енді. Осы жақын арада осы 157-ші мектепте Наурызбай ауданында ашылды. 4,5 оқушысы бар екен. Өте керемет, балдардың сүйіспеншілікпен қарағанын көрдім. Қазіргі таңда бүгін ертең тағы да қосымша 2 ауданда ашылып жатыр. Алатау ауданында, Түрксіб аудандарында осы бүгін ертең тағы да сондай сыныптар ашылып жатыр. Нариман Ерғанат, қалай ойлайсыз? Сол балалардың арасында болашақ полицейлер болуы мүмкін бе? Осы жақындағы ашылған сыныпшыдан біздің қызметтік көліктерді көрсеткенде, біздің әріптестеріміз, арнайы жасақ қызметкерлері өздерінің арнайы арналған дайындықтарын көрсеткенде қызығушылықпен қарап, ішінде жас сыныпта оқушыларынан сұрағанда, мен келешекте полиция қызметкері болам деген үміттер бар, үміт артамыз. Осы бала жастайынан қызығушылыққа ұмтылса, келешекте біздің қатарымызға сол кісілерде келеді деген үміттемін. Елімізді тізгіндейтін сол балалар десеңіз. Жастар қазірге. Жастарға қазірден баулап, соларға жақсы елге қызмет атқаруға деген жас полиция сыныптары өте керемет деп ойлаймын. Нариман Ерғанатұлы, ең соңғы сұрағым. Енді 5 саусақ бірдей емес дейміз. Өте үлкен армия, 6,000-нан аса полиция қызметкерлері Алматы қаласында жұмыс істейді. Бәріне бас көз болудың өзі бір үлкен күрделі шаруа. Бірі, мысалы, профилактикалық түсіндірме жұмысын түйініне басса, екіншісі құлағынан сырт асыру мүмкін. Солармен қалай жұмыс істеледі негізі? Бізде қазіргі таңда өзіңіз айтып кеткен тәрбие және кадр басқармасы деп басқарманың атауының өзі айтып отыр. Тәрбиелік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жұмасына бір рет қызметкерлермен бірге
кездесулер өткізіледі. Кездесулердің жан жақты біздің басқа да ведомстволардан қызметкерлер келіп өздерімен пікір алмасу болады. Профилактикалық шаралар күнделікті жүруде қазір. Жеке құрам инспекциясымен күнделікті профилактикалық шаралар жүргізіледі, ескертулер жүргізіледі. Әріптестеріміз, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, 6000-нан астам әріптесімізге заң бұзушылығын жасамау жайлы профилактикалық жұмыстар өте көп жүргізіледі қазіргі таңда. Тағы да айта кететін, жаңағы жас мамандарға бізге жұмысқа келетін, біздің ішкі істер органдарында көмек, льгота деп айтамыз ғой, әлеуметтік көмек, тегін медициналық көмегіміз бар. Әр отбасы мүшесіне 96.600 теңге пәтер ақысы бөлінеді. Сонымен қатар жиналған ақшасына отбасы арқылы или басқа да банктер арқылы пәтер жинап пәтерін алуға бізде үлкен үкіметтен көмек көрсетілуде. Сонымен қатар айта кетсем, 22 жылдың 1 қаңтарынан бастап жедел тергеу басқармаларында 37%-дан 58%-ға дейін айлық мөлшері көбейген. Сонымен қатар басқа қызметкерлерге, барлық қызметкерлерге қазіргі таңда 30% ай сайын қосылып отыр. Сонымен қатар басшылық тарапынан, департамент басшылығының тарапынан өз қызметін адал атқарған қызметкерлерге көтермелеулер жүргізіледі. Мереке сайын, сонымен қатар 90 сайын айлық ақша ретінде көтермелер, марапаттаулар беріліп отырады қызметкерлерге. Өте қомақты әлеуметтік көмек. Сонымен қатар тағы айта кететін, жас мамандарға жыл сайын еңбек өтіліне, лауазымына қарай жалақысына қосылып отырады. Өз қызметін адал атқарған, жаңа айтып кеттім, қызметкерлерге 90 сайын ақшалай сыйақы және қызметтік міндеттерін адал атқарғандар үшін марапатталып отырады. Сонымен қатар ең жас мамандарды толғандыратын да шығар, әлеуметтік көмектердің ішіне кіретін тегін киім беріледі. Жаздық, күздік, полностью толық киім нысаны беріледі. Жаңа айтып кеттім, тегін медициналық көмек өте қазіргі таңда. Жалғыз қызметкер емес, отбасы мүшесі де кіреді оған. Қарамағындағы ата-анасы болатын болса, қамқорлығында ата-анасы да көмектер көрсетіледі. Құрметті Алматы қаласының жастары, айтатыным сіздерге, сіздерді халыққа адал, абыроймен қызмет атқаруға Алматы қаласы полиция департаменті бос лауазымдарына шақырамын. Рахмет. Келешекте біздің қатарға келеді деген сенімдеміз. Өте орынды үндеу. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болайық.